Хей, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бико. Бүгін біз достар, мебель модтарға обзор түсіретін боламыз. Және мен қасымда Тико. Ассалаумағалейкум достар. Достар, біз осы модтың ссылкасын описание тастаймыз. Фурнитур деген мод, алдында ПК-ға осыны түсірген болатынбыз. Бұл 1.19 версиясына, сосын телефонға арналған кәдімгі МКП-ге арналған, МКП, сондай сияқты. Bedrockқа арналған, Minecraft Bedrockқа. Ол модта осындай стол береді, кәдімгі алдында ФК дейін дедім, ПК-ға, яғни ПК-ға түсірген болатынбыз. Дәл осы модтың ПК версиясын енді қазір телефон версиясына шықты. Телефонға шықты. Білмеймін, таза Mr. Cryfash'ындікі ма, әлде өтірік просто текстураларын сала салды ма, ол жағын білмеймін енді. Осындай елка береді, мынандай отырғыш береді, сосын мынандай береді. Отырғыш береді. Мынау мықты столдар, мынау бар ғой, мынау отырғыштар. Сосын мынау түнде өте күшті жанады. Сосын мынандай үстінен бір түртесіңдер, битесіңдер де аша саласыңдар. Сосын туалет, унитаз. Сосын унитаз, мынандай ішінде суы быт-шыт болып жатыр, сосын мынандай диван. Енді диванның астына ағаш салып, қате істеп жүріпті дегенде, негізі әдемі болып көрініп тұрады. Жоқ, әдемі болып көрініп тұрады ол. Өте әдемі, бірақ Mr. Cryfash мынандай жасамайтын сияқты негізі. Ол сразу қалай ПК-да қалай, телефонда солай жасайды. Сосын мынандай серуенге шыққанда істейтін не, тек ашып жіберді бұны. Серуенге шыққанда тамақ салып жүретін зат қандай. Бүйтіп ашасың, бүйтіп түртесінде, аша қоясың ішінен. Бүйтіп экранды бір түртесіңдер, жаңа себетті бүйтіп бір түртесіңдер, ашасыңдар. Көрдіңдер ма? Сосын мынандай шарбақ, бұның үстіне бүйтіп секіріп өтіп кетесің. Тупой, есігін алып тастаңдар жатады. Осындай шарбақ, любой жерінен бүйтіп мініп кетіп жүре бересіңдер. Сосын есігін тек көрсетеді. Сосын мынандай отырғыш бар. Кішкентай, негізі бұның ПК версиясында пульт бірдеңелер қойылатын еді, бірақ мынада пульт жоқ вообще, міне. Кері есікті салды, мінекей. Осындай есік, осындай. Телефонға біртүрлі үйреніспей қалды екенсіңдер. Біз Minecraft Java'дан ойнап, уже Minecraft Java'ны 1 жыл ойнадық. 1 жыл ойнағанда серверден шығып кетті. Менде онда Wi-Fi шығып қалды, Wi-Fi шығып қапты. Қазір Wi-Fi қосылғанша мен өзім түсіре берем. Осылай, айтқанда, Minecraft Java'да 1 жыл ойнадық. 1 жылда біз Minecraft Bedrockқа вообще келген жоқпыз. Вообще көрген жоқпыз, вообще. Солай. Сосын андай бізде аяқ сүртетін, үйге кірерде тұрады қандай, кілемшек құттай, сондай. Сосын әжінде мынандай, хоррор, анау-мынауға дерзкі кетеді, күшті кетеді. Мынандай сосын бірдеңе бар екен, осындай. Мынау негізі, мен ойлағам, иттің ұясы да, бірақ иттің ұясы емес сияқты ол. Сосын мынандай хоккейный бірдеңе, хоккейныйда тұрады, гарнитур ма, сондай фейкіне. Мынау стөл, екеу қойсаң бүйтіп жалғана беретін сияқты, ол төртеу, анау-мынау болып. Сосын мынандай терезе қоятын. Сосын мынандай стол. Менде пинк болып жатыр, бірақ Wi-Fi қосылып бәсе, пинк соң кесірінен болып жатыр. Осынан бүйтіп аша аласыңдар. Мынаның бір плюсы, досыңа подарка сыйласаң, яғни бүйтіп ол досың ашып, кәдімгідей өйстіп реакциямен осы телеграм бекер ашам ше, қайта сообщение бере кетті, ал жарады. Осындай, подарка болады. Подарканы өйстіп досың кәдімгі әдемілеп тұрып ашатын болады. Және де осындай сағат береді, сағат өз жүрмейді, ПК-дағыдай емес, минусы осы. Өзің бүйтіп басып, сағатын өзгертесің. Содан кейін барып, осындай астында полка, ПК-дағыдай. Айтпақшы, ПК-дағыдай, дәл ПК-дағыдай качествомен мықты жасалған. Енді телевизор істемейді дұрыс. Сол маған минус болып ұнамады. Мен баяда мод жазған кезде, ол кезде күшті шықты. Ол кезде телевизорды пультпен қоса аласың. Бірақ Mr. Cryfash'ында емес, басқа модтікі ол. Соған ұқсас моды? Осындай баспалдақ. Сосын осындай стөл береді. Төртеуін қоясың, бір-біріне жалғана береді. Мынау да сол, негізі мен Mr. Cryfash'ның
ПК версиясында мынандай отырғышты байқаған жоқпын. Мынаны байқадым. Так, осындай. Сосын мынандай холодильник. Бұның асты ашылады, үсті ашылмайды, өйткені мынаның үстінде блок жоқ вообще. Үстін басып, бүйтіп сындырып тастай алмайсыңдар, көрдіңдер ма? Ана аяқ тесіп тастадым мен. Сосын арты әдемі өте. Короче, сосын мынандай қалай айтады? Можа, яғни түтін шығатын үйдің. Сосын осылай, короче, мынандай елка. Сосын мынандай су құятын, бұның ішіне бүйтіп шелекпен құятын сияқты. ПК версияда шелекпен құясың ішіне суды. Так, водан табамыз. Содан кейін так, осылай, иә, міне су құяды ішіне. Так, өйстіп алып аласыңдар. Дико қазір кіріп жатыр ойынға керден. Сосын мынандай. Дауысын естіп түсіндір ма? Маған естіліп тұр шамалы, сендерге естіліп тұр деген ойдамын. Сосын мынандай декоративный зат, тағы мына жерде декоративный зат. Мынаның качествосы енді маған ұнады. Әп-әдемі салған кәдімгідей, ПК-дағыдай ғой, дәл ПК-дағыдай. Сосын мынандай отырғыш. Вау, маған әп-әдемі отырасың да, кайф қой кәм. Мәрдің, ошым, тағы деп отырып қойып қойғат. Катико келіп отырш. Қайтасың сен? О, келіп тұр ұш қасыма. Так, әдемі да. Аяғына сүйіп. Аяғына сүйіп, кетші, мен ешкімнің аяғын сүймеймін деп қойсың, короче. Мынадан түтін шықпай опты да. Жаңа әдемі түтін шығып тұрады. Короче, осындай түтін шығатын жер. Короче, орд, мына астына костер сақ қойсыңдар. Білесің анадай мультфильмдерді өтеді. Деп жұмыс болады. Құйрығы күйіп кетеді. Жарайды, болды. Прикол өтті дей салық. Негізі бұны біз әдейі өзіміз қызыл таспен жасадық. Негізі тек қана мынандай, қалай еді, міне мынау бөлек, сосын мына үстіндегісі бөлек, міне осылай барлығы бөлек салынған. Сосын мынандай хат салатын, яғни хат салатын міне ашылады. Ошым ішіне хат немесе ошымердің ақшасы деп сөйтіп қойға алады, енді білмеймін. Видео түсіргенде дәріске кетеді. Ошым мынандай, сосын мынау FPS түсіріп жібереді, енді көп бүйтіп құйып тұра бермеңдер, кейін өшіріп тастап жүріңдер, әйтпесе FPS осы қатты жейді екен, мен байқадым. Сосын мынандай, мынаған да өйстіп су құйып қоясыңдар, кері өйстіп алып аласыңдар. ПК-дағыдай ошым барлығы. Сосын мынандай, дәл ПК-дағыдай, мыналардың барлығы. Тек бір минус бар екен мына модта. Яғни айна қоспаған, өзіңді көргенде ол, короче, өзіңді көрсететін. Ойбай, біз мыналарды ұмытып кетіппіз, осырын ала салайық. Так, осылай, так. Қандай затты қалдырып кеттік? Біз мусорды қалдырып кетіппіз. Так, подарканы алдық, анан алдық, мынаны алдық. Біз негіз көп модқа обзор жасағанда біз көп заттардың бәрін ұмытып кетеді екенбіз. Так, қайсысын ұмытып кеттің сен? Ойбай, мынандай отырғыштары бар, айтпақшы. Бұл бірақ фурнитурдың алғашқы логотипінде де көрсетіп тұрады. Мынау терезенікі. Екеуі бір-біріне жалғанбайды екен. Бірақ былай қойса жалғана береді олар деген. Мен магиямын ғой, қараш мен. Қане? Мен былай тракемін ғой. Қыстың ба болды. Так, осындай мусорка, осы мусорға салынатын еді ғой. Ё-моё, сообщениеге бітчіт қылды одан. Бұған бүйтіп, просто бүйтіп затты лақтырып жібересің. Сосын бүйтіп ашасың да. Әлде қалай? Қалай істейтін ан? Мә. Жо ештеңе істелмейді екен. Жо там тек. Мә, аштым ал. Өзіңде тұр ғой. Ошым істемейді екен мынау. Так, достар, осымен, короче, модтар аяқталды. Осындай кішігірім мод. Видеоны аса лайк басып арнаға тіркеліңдер, қараңдар, міне осындай нелер, короче, заттар. Мынандай неге маған сообщение түсе береді. Қара, подписчиктерге билеп жіберем. Давай, билеп жібер. Эмоция істеме алды. Тоңдып тастаған. Сен орныңа онда мен билесе алайын қазір подписчиктерге. Так, достар, енді, короче, біздің видео енді осымен аяқталды. Модтар енді таусылды. Сендерге бір бей көрсетіп жіберейін. Осы бей үшін давай лайк басып арнаға тіркелсеңдер. Әлде бұл емес пе? Осы бей. Чо там, қалай? Так, көрмейсің. Кетші алға. Так, бері келіңдер деп тұр ғана. Так, ема. Давай, достар. Осымен біздің видео аяқталды. Давайте тез бәріміз қолдап,
короче тіркеліп подписаться деген қызыл кнопканы басыңдар. Дағы мкпге модтар шығарайын ба, в общем мкп емес, бедрокқа. Иә, короче. Иә. Короче, осымен біздің видео аяқталды. Видеоны аса лайк басып арнамызға тіркеліңдер. Короче, тіркелмеген болсаңыздар, және өз пікірлеріңді комментарияға жазыңдар, мен барлығын оқимын. Сондықтан, короче, комментарияларыңды аямай жаза беріңдер. В общем, видеоны аса лайк басып арнаға тіркеліңдер. Ендеше видео аяқталды. Давайте.